малдың құны түсті ма? Түсіп кетті. Қанша болып еді былтыр, биыл қанша болды? Былтыр біз еркек қозыны 28-ден өткізгенбіз. Қазір 25-26-дан сұрайды. Немене Жамбыл мен Қызылорда барлығының малы Алматыда толып тұр дейді. Мынау ең бірінші мал өсір дейді үкімет. Малдың өнімін өндіретін, өңдейтін, өткізетін жер жоқ. Ең проблема осында. Кезіндегі пост жұмыс істемейді, кезіндегі қоззавод жұмыс істемейді. Біздің Шығыс Қазақстан облысында 18 мясокомбинат тіркеуде тұр екен. Содан жалғыз ұлан мясоконсервный завод жұмыс істейді. Оның өзі ауру малды алады мизерный количествода. Bir аптаға 20 ірі қара сойса, ол онымен тойып қалады болды. Сонда мал өнімін өткізетін жер жоқ. Біз перекупщиктарға береміз. Алып сатарлар келеді де бізден бағаны түсіреді. Bir кезде былтырға дейін біз мына Павлодардың Абай мясокомбинатымен жаңа ауылдағы жұмыс істегенбіз. Олар өздері әкететін, ақшаны аударып беретін. Биыл оларда да Эмираттан ақша келген жоқ, біз банкротта отырмыз дейді. Сонда біздің жүніміз қазір менде 60 тонна буылы жүн тұр, қара қойдың жүні, қылшық жүнді. 4000 бас міне қозыны, еркек қозыны бөліп қойдым, өткізе алмай отырмын. Бөлгем жоқ, өйткені бауырынан алсаң, стресс жүдеп кетеді. Ал енді ертең қой ұрыққа келеді, ноябрьдің 1-інде. Сонда малда не жағдай қалады? Біз 97 жылдан бастап Медеубеков атындағы Алматының ғылыми зерттеу институтымен бірге жұмыс жасаймыз. Қазір қазақтың ақ қарабас қойының жаңа тұқымын шығарып жатыр, бірақ бүгінге дейін олар әлі сертификат алған жоқ оған. Лицензия алған жоқ. Жаңа породаға жүні ақшыл сары, ақ, басы қара, жігіттілеу келеді. Қазір 4000 бас бар. Енді жағы үлкен шаруашылық екен, сіздікі қандай мәселе? Ендігі мәселе, ең бірінші... Сіз Тарбағатай жақ, о жақта қуаңшылық жоқ шығар? Тарбағатайда қуаңшылық бар ма? Қазір бұлақ бастаулардың бәрі су, міне 2 жыл болды төмен түсіп кетті. Даже қазғызған құдық, 30 метрдегі құдық, ары қарай қазырғанда 42 метрге кетіп қалды. Мен биылдың өзінде метрі 25 теңгеден 4 жерге құдық қазғыздым. Сіз қайталап айтып беріңізші, қай жерден келдіңіз? Мынау ешкім сенбейді. Тарбағатай ауданы, Шығыс Қазақстан облысы, Көкжыра ауылы, Көкжыра өндірістік кооперативінің. Бүкіл Қазақстанға ең шұрайлы жер, Тарбағатай солай емес па? Таудың бөктері. Таудың бөктері, сол жерде суменен мәселе болса. Тарбағатай тауының өзінде қазір бастау мен бұлақтар құрып жатыр осы. Әсіресе осы биылғы жаз ортасынан бастап тіпті су деңгейі төмен түсіп кетті. Құдықтардың бәрінің деңгейі түсіп кетті. Шөпті біз суармалы екпе шөп бар, 1200 гектар жоңышқа. Соны бір-ақ рет суарамыз. Ең мәселе субсидия. Мынау биылғы жылы біздің Тарбағатай ауданында интернет желісі өте слабый, нашар, жылдамдығы нашар. Біз 15837 басты 6 немеге бөлдік. 6 группаға бөлдік. Онсыз малдың басы қабылданбайды. Өңдеу үшін. 6 группаға бөліп, қошқарымен бәрімен өткізгенімізде біздікін қабылдамайды. 6-шы пунктке келгенде тұрып алады. Содан кейін біз ИСС-ға звондадық, оператормен сөйлестік. Сонда бізге айтқаны барлығы дұрыс, тек қана интернеттің скоросты слабый. Мен жылына 100 миллион 150 мың зарплат береді екем. 15,5 миллион мемлекетке налог төлейді екем. Сонда мен неге субсидия алмасқа, қанша халықпен? Егер мынандай жағдай болатын болса, мен кооперативті таратуыма тура келеді. Мен елге ай сайын зарплат бермесем, елдің жағдайын жасай алмасам, онда мен таратуым керек, елдің обалына қалмауым керек. Онда жаңағы біздің 15837 бас қойымыз түгел племенной қой, ет бағытындағы құйрықты, қылшық жүнді. Енді жаңа порода шығып жатыр, мына кісілер жақсы біледі. Бұл биыл мысалы Алакөл неменесі агрофирмасы әкетті бізден, аналық басты әкетті, қозылар, қошқарды алды. Осы ақ қарабастан. Енді осы қанша жылғы жиған тергенімізді далаға шашуға тура кетті. Шалғайда тұрғаннан кейін мынау халыққа көмір мәселесі. Біздің өзі Қазақстанда шығады жанармай мен көмір. Көмір жылдан жылға қымбаттап барады, Қаражыраның көмірі. 1150 шақырым біздің барып қайтқанымыз. Жұмысшыларға аудан орталығында 23 мың қазір тоннасы. Біз ең түк пайда кіргізбегенде 18 мыңмен әкеп береміз жұмысшыға. Содан кейін бүгінгі таңда мынау тері, мен қоззаводқа бардым, жігіттер күледі. Біз ол конвертті қосқанымыз жоқ, қойдың терісін қабылдамаймыз деп. Жап-жас азаматтар анда. Қоззавод істемейді. Оларға да тиімділік жоқ болып тұр ғой. Тері
істемейді. Біз тек қана қойды, қозының жүнін паяркіні. Бородулихадағы сибирский валенки деген немене ипі бар, соған өткіземіз. Егін жанар жағар май бар, иә, олар әлгі егістікке, анау мынауға, иә. А мал шаруашылығына арзандатылған жанар жағар май жоқ, иә. Өйткені сен шөп шабасың ғой. Сен малға барасың, сен көшіресің. Былай қарасаңыз жанар жағармайдың шығыны бізде де оңай емес. Егін шаруашылығына жанар жағармай арзандатылған бар, мал шаруашылығына жоқ. Ол анық. Мал шаруашылығына біз жем шөп дайындағанда барып заправкадан алып жүргеніміз сол. Тарбағатай тауында ең шеткі қыстақ 85 шақырым. Біз осыған тасимыз. 38 қыстақтан мал бар. Сонда мен облыстың әкімінің орынбасарына жылма-жыл хат жазамын. Мен осылай расчетыммен маған міне бір қыстан алып шығу үшін малдың жем шөбін тасу үшін жаздай ауылға дайындаймыз. Қыстай тауға тасу үшін бізге где-то 17 мың 18 мың литр дистоплива керек. Осы мәселе жөнінен. Кей жылдар мен добить етіп аламын, кей жылдар ала алмаймын. Мен осы жол субсидия жөнінен қаржы министріне, ауыл шаруашылық министріне, атамекенге, облыстың зам әкіміне, облыстың ауыл шаруашылығына барлығына кіріп письмо жібердім мен арнаулы. Менде жеке оператор отырсын мал шаруашылығы жөнінен. Не хабар бар? Міне хабар келген жоқ әлі. Кішкене мен комментарий жасап өтейін, құрметті көрермендер, рахмет. Құрметті көрермендер, бұл әлгі тек қана кішкентай ғана шаруашылық емес, мәселе байқап отырсаңыздар, әлгі 50 қой, 100 қой емес, сонымен қоса үлкен шаруашылықтың өзінде де мәселе бар. Неге? Өйткені ауыл шаруашылығы саясаты, жүйесі дұрыс жұмыс жасап тұрмағаннан кейін. Ол жүйе қалыптасқаннан кейін кішкентай шаруада оған жайлы болады, үлкен шаруашылыққа да жайлы болады. Рахмет аға.